Жалпы сол кәсіби жұма жайында сұрап жатсыздар. Бұл мәселе жаңағыдай ешқандай пайызсыз бөліп төлеуге, жаңа рассрочка дейді ғой, сондай береді деп жатсыздар. Бұл жерде айтқымыз келгені, жарайды, рассрочкамен ешқандай пайызсыз алуға шариғат ешқандай проблема жоқ. Болады алуға. Бірақ болады деген сөз елдің бәріне емес. Кімге болады? Мысалға біреудің түсім жалақысы бар. Ол жалақысы үйіне қажеттілігінен артылған ақшасыға артылатын өзінің бір пайызы бар, жалақының. Соны жаңағы рассрочка алғанда мен ай сайын оған беріп отырсам да, және ақшам артылады. Басқа нәрсе ала аламын деген есебі бар адамдарға болады ол. Екінші бір адамдарға болмайды. Неге? Жалақысы ай сайын өзінің бала-шағадан артылмайды. Киім-кешегі, тамағынан, дәрі-дәрмегінен артылмайтын кісілер болса, оларға бұндайға кірмеуге шақырамыз. Өйткені ол рассрочка деген сөз айма-ай бөліп төлеу керек оны. Сол төлейтін мерзіммен келген кезде адам төлей алмай қалса, пайыз басталады. Міне исламның тиын салынған риба сол жерден басталады. Сонымен не болады? Сол пайыз көбейген сайын ол кісінің жағдайы қиналады. Сонда бұл жерде жаңа айтып тұрғанымыз, болады екен ғой деп елдің бәрі жаппай кірісетін мәселе емес.